Oyun tavasındadır başka tavız, Çıngiz oğlu Argen. İkinci tavız, Kasımov Nişanbay. Kronometrist Tagayev Kıvanç. Japalak komandasının kuramı, Japalak komandasının kapitanı 21. nomerde Azat İrisaliyev. 7. nomerde Rahmanberdiyev Muhammed Babur. 10. nomerde Melisbek oğlu Agelet. 6. nomerde Eldiyar İrisaliyev. 47. nomerde Aburbek Turdiyev. 11. nomerde Şekerbek Toktobayev. 9. nomerde Sadıkov Burhanettin. 19. nomerde İlyas Mallayev. 22. nomerde Nursultan Abdullayev. Jana Salaman Mahmedaliyev. Süleyman Toro komandası. Süleyman Toro komandasının kapitanı 6. nomerde Marlen Joldubayev. 23. nomerde darvazacı Jamalov Biloviddin. 5. nomerde Nurmuhammed Sıdıkov. 17. nomerde Salimbayev Yurdaşbay. 12. nomerde Danyar oğlu Abdurrahim. 11. nomerde İslambek Hudayberdiyev. 1. nomerde darvazacı Danyarbek Abdurrahmanov. 22. nomerde Abbosbek Olmasbekov. 8. nomerde Avazbek Abduvaliyev. Altta
Чемпион! Құтман кеш, ардақтуу спорт сүйүүчүлөрү, футзал көрмандары, сиздер менен кайрадан Ош шаарынын жана Ош облусунун футбол боюнча ассоциациясынын 17-чи ачык чемпионатында көрүшүп турабыз. Аты жөнүм Улукбек Салиулу жана кесиптешим Улук Бакытов, Алишер Нышанбаев менен чогуу сиздерге 17-чи ачык чемпионаттын финал оюндарын чагылдырып беребиз. Финалга демек Жапалак жана Сулаймантоо командалары чыгып келишкен. Жапалак командасы оюн талаасынын оң тарабынан солго карай чабуулдарын жасайт, ак кийимде оюн көрсөтүп жатышат. Дал ушул Сулаймантоонун чабуулуна сиздер менен чогуу күбө болобуз. Тереңге чыгарып берүү Юлдашбай Салимбаев, дарбазага сокку Абдрахим Данияр уулу алыскы бурчка там аймелеп тепкен, бирок Турдыев өз жайында. Ильяс Малаев топ менен топту алдырып жиберди. Бул ортодо болсо мен сиздерге командалар курамын тааныштырайын. Жапалак командасынын курамында 21-чи номерда команда капитаны Азат Ирисалиев, 7-чи номерда Мухаммад Бабур Рахманбердиев, 10-чу Адилет Мелисбек уулу, 6-чы Элдияр Ирисалиев, 42-чи номерда Абрарбек Турдыев дарбазачы, 11-чи Шекербек Токтобаев, 9-чу Бурханиддин Садиков, 19-чы Ильяс Малаев жана 22-чи Нурсултан Абдылдаев Жапалак командасынын курамын толуктады. Ал эми Сулаймантоо командасынын курамында 23-чы номерда Билалдин Жалалов дарбазачы, Нурмухаммад Сыдыков 5-чы номерда, 17-чы Юлдашбай Салимбаев, 12-чы Абдрахим Данияр уулу, 6-чы команда капитаны Марлен Жолдубаев, 11-чы Исламбек Худайбердиев, 1-чы номерда дарбазачы Даниярбек Абдурахманов, 22-чы Аббасбек Олмасбеков, дарбазачы 8-чы Авазбек Абдуалиев. Жана эки команданын тең курамында кыргыз футзалынын мыктылары, кыргыз футзалындагы аты чыккан оюнчуларды көрө алган жокпуз. Дарбазага сокку Марлен Жолдубаев эсеп сандарын ачты. Жолдубаев демек Сулаймантоо командасын алдыга сүйрөп чыгып кеткен чагы, жогоруда айтып жаткан оюнду толугуна аягына жеткирип коеюн. Сулаймантоо командасынын курамында Мухаммед Аскарбековду көргөн жокпуз. Ал эми Жапалактын курамында Саламат Мамбеталиевди көрбөй турабыз. Анықтан бұл ал ойыншылардың жоқтығы бұл беттешке таасирин тийгизеби? Ойын толугу менен кызуу кандуу жана кызыктуу өтөбү? Байкайбыз. Азат Ирисалиев ойын таласында кулады жана ойын эрежеси бузулду деп табылды. Жапалак командасы Ирисалиев, Абдрахим Данияр уулу менен Азат Ирисалиев экөөнүн ортосунда болгон пикир келишпестик. Азат Ирисалиевди кулаткан учурда бул кагылышуу, бул ызычуу жаралууда. Азат Ирисалиев оңго тереңге карай чыгарып берүү. Аббасбек Олмазбеков топту алган соң сол капталындагы Марлен Жолдубаевга узатууда. Борборго пас, Абдрахим Данияр уулу артка кайтаруу, Салимбаев Азбек Абдуалиев менен тезинен ойнодо. Байкаганыңыздардай, ардактуу көрүүчүлөр, футзалдагы намтып кызуу жүргөн, тез аябай бат темпте жүргөн комбинациялар футзалды көркүнө чыгарат. Албетте, кесиптешим Бакытовго дагы микрофонду узатайын. Алгач амандашып алып, кийин оюн талаасына кайталы. Албетте, алгачкы мүнөттөрдөн эле Сулаймантоо командасынын чабуулдары өз натыйжасын берди, гол жаратып кетти өз убагында. Азыр эми акырындап Жапалак топту көбүрөөк өзүнүн карамагына алып чабуулдарды көбөйтүүдө.
Алғашқы мүнөттөрдөгү токтолуулар, алғашқы мүнөттөрдөгү күрөштөр бул оюндун канчалык маанилүү экендигинин баяндап, бизге маалымдап турган чагы Азат Рисалиев, бул Жапалак командасынын капитаны. Бүгүн негизги курамда, буга чейин ал дарваза бөлүгүндө дарвазачы иретинде оюндар өткөрүп келген. Абдурахманов кирип баруудага каршы 3 оюнчу, 3-чү оюнчу Авас Абдувалиев аны өткөргөн жок. Эки легионер оюнчунун ортосундагы күрөшкө күбө болдук. Ауттан Абдурахманов кайрадан өзү топту оюнга кошууда. Эки оюнчунун ортосундагы чакан диалог. Топ оюнга кайтты арткы бөлүккө. Абдулдаевдин пасы өткөн жок. Марлен Жолдубаев өз убагында тоскоолдук жарата алды. Дилшат Кадыров жакында эле ошол кубок, Айза кубогунун тандап алуу оюндарында өлкөбүздүн курама командасында өзүнүн оюндарын өткөрүп келди. Баарыбыз билгендей эле биздин улуттук курама командабыз Айза кубогунда жолдомо алды. Ошол Иран, Мальдив, ошондой эле Ливан өлкөлөрүнө каршы оюндарды өткөрүштү. Оюндардын натыйжасын айтпай эле өтөйүн, баарыбыз жакшы билебиз. Экинчи орун менен жолдомого ээ болушту. Айза кубогуна дагы ийгиликтери каалайбыз. Командага оюнду негизинен фокусту оюнга караталы, оң канаттан чабуул, кайрадан арткы бөлүктөн дарвазачы Сулаймантоо командасынын дарвазачысы бул Белалидин Жалалов, бул дагы легионер оюнчу. Абдулдаев өткөрүп бериши Рисалиев той үчүн күрөшөт. Кайрадан эле 12-чи номердеги Абдурахим Данияр уулу экөөнүн ортосундагы чакан күрөш. Алгачкы мүнөттөрдөн эки оюнчу бири-бирине өтө каршылык көрсөтүүдө, өтө каттуу оюн көрсөтүүдө, бири-бирине каршы жакшы мүмкүнчүлүк бар. Жолдубаевдин соккусу дагы бир сокку, Абдурахмановдон кайтты, дагы мүмкүнчүлүк бар ортоңку бөлүккө. Жана бул жерде Абдурахим уулу топко жете алган жок, аракет кылып көрдү. Юлдашбай Салимбаев өткөрүп жиберди. Абдурахманов кирип баруу жана бурчтук топ. Мухаммад Бабыр Абдурахманов. Рисалиевке топ келип түштү. Рисалиев артка, Малаевдин соккусу ойдогудай болгон жок. Жана Белалидин Жалалов топту оюнга кошконун көрдүк. Кайрадан оң канатка Сыдыков, Абдурахим уулу кирип барат борбордук бөлүккө. Жана бул жерде Юлдашбай Салимбаевдин соккусун дарвазачы кайтарды. Кайрадан Абдылдаев, ал шашпайт артка. Жапалак командасы эми акырындап топту көбүрөөк өздөрүнүн көзөмөлүнө алууда. Абдылдаевдин пас өткөн жок. Сыдыков. Абдувалиевден сокку жана эсеп 2-0, тагыраагы 0-2.
Сулаймантоо командасы экинчи голун жаратты. Экинчи голдун автору 8 номердеги Авас Абдуалиев. Өтө салкын кандуулук менен Сулаймантоо командасы оюнун өткөрүүдө. Азырынча жапалактын иштери оңудан келбей жатат. Рахмонбердиев топту артка калтырды. Кайрадан өзү Абдылдаевке. Абдылдаев Малаевке. Рахмонбердиев ага каршы Юлдашбай Салимбаев. Алыстан кубаттуу жакынкы бурчтукка сокку. Бул ирет анык эмес. Салимбаев эки коргоочудан өтүп барууда. Өнөктөшү бар, бирок өзү сокку жолдогон. Турдыев дарбазасын бош калтырып эле коргонууга чыгып кетти. Рахмонбердиев Жапалак командасынын оюну бир аз жүрбөй жаткандай. Буга чейинки беттештердеги чабуулдардын сыяктуу комбинациялар болбой турууда. Рахмонбердиев борборго чейин өзү барып өнөктөшкө пас узаткан. Нурстан Абдылдаев. Ильяз Малаев тереңге чыгарып берди. Абдылдаев сокку жолдоодо жана Аббасбек Алмазбековдун дарбазасына бул сокку так болгон жок. Абдрахим Данияр уулу айпадын ичинде аягандай курчалып калгандай. Арткы бөлүккө пас. Турдуев. Абрарбек Турдуев, демек 5-чи оюнчу болуп дагы оюн таласына кирүүдө. Тобокелчиликкө баруу керек эмес. Топту жоготушту Жапалактын оюнчулары. Ислам Кудайбердиев. Оңго пас Салимбаев. Нурстан Абдылдаевтан өтө алган жок. Абдылдаев өнөктөш менен сол тарап. Абдылдаев өнөктөштөрдүн ачылуусун күтүүдө. Рахмонбердиев артка. Абдылдаев оң каптал менен Ильяз Малаевка тереңге киргизип берүү. Малаевтан сокку Аббасбек Алмазбеков жакынкы бурчту өз көзөмөлүн алып турган кезде бурчтан чыгарып берүү Жапалак командасынан. Үйдөгү даярдык жок. Айпаттын ичине киргизип берүүдөн кийин рикошет болуп топ бурчтан чыгарып берүүгө кайра Жапалак командасына келүүдө. Арткы бөлүккө пас. Абрарбек Турдуев өзү сокку жолдоду. Ал соккусу так болбогондон кийин Аббасбек Алмазбеков жакынкы өнөктөш менен ойноду. Абдрахим Данияр уулу оң капталга. Исламбек Кудайбердиев. Атандаштарды алдоо аракети менен пас узаткан. Коргоочулардан өткөн эмес ал топ. Юлдашбай Салимбаев болсо дарбазачыга эч кандай ойлонбостон эле узатууда. Ильяз Малаев Нурсан Абдылдаевка. Абдылдаев оң каптал. Ильяз Малаев топ менен борборго пас. Ильяз Малаев чыгарып жиберүүдө бул топто. Сулаймантоо командасы капталдан кошуна алат. Ислам Кудайбердиев бул ортодо. Босын байлагандан кийин топту оюнга киргизип берди. Аббасбек Алмазбековдон тереңге чыгарып берүү. Абрарбек Турдуевдин колуна түшүүдө. Эсеп сандары 2-0. 12 минутта. Алдыда бар Жапалак жооп кыла алабы? Ордагы чаралган 2 голго топ жоготуу. Марлен Жолдубаев чабуулда. Абдылдаев өнөктөштөргө топ алып берген. Чалга эми болсо Жапалак командасы чыгат. Оңдон алып сокку. Бул ирет так эмес. Дуалиев Нурмухаммад Сыдыковка. Сыдыков Кудайбердиев менен Кудайбердиев айпаттын ичине
Азбек Абдуалиев бұл топқа жетішпеді. Ильяс Малаев. Артқы бөлікі. Қымбаттуу көрушілер 17-ші ачық чемпионаттың соңғы ең ақырқы ойынында чемпионатты жиынтықты алдында тұрауыз. Албетте чемпион намы кімден пайдасына аяқтайды. Күріш Ильяс Малаевтан соққа Аббасбек Олмазбеков бұл топты шығарды. Ислам Құдайбердиев топты сақтап қала алған жоқ. Қапталдан қошу. Қапталдан қошуда ойын ережесі сақталған емес. Сондықтан Бурханиддин Садиқовтан қошып берген ережеге дал келбегендігі үшін топ Сулайманто командасына қайрадан өтуді. Емес Сулаймантоның ойыншылары уақытқа іштеш керек деп ойлап тұрсам, бірақ уақыт дағы бар. 2-0 есебі бұл жеңу дегендік емес. Садиқов солға, Рахманбердиев соққы, кейінгі соққыдағы тәуелден Нұрсұлтан Абдылдаевтан бирок қорғаушылар жетішіп келген. Гол емес. Әпәтін ішіне кіргізіп беру. Топ қайрадан дарбазадан ойын таласына қошылады. Аббасбек Олмазбеков Абдрахим Данияр ұлы менен ойнауны тура көрді. Данияр ұлы алдыға қарай өзі шығып баруда. Жана топты жоғотты. Қапталсызынан қошып беру. Садиқов Ирисалиевке. Ирисалиев оңтарап. Рахманбердиев Төштерін açылысын көтеді. Нұрсұлтан Абдылдаевқа ұзатқан. Қайра бір-бірға пас. Рахманбердиевке бұл пас өтті. Алдыңқы бөлікі кіріп баруда. Тереңге ұзату. Олмазбеков. Абдуалиев. Бір-бірға. Ибрахим Данияр ұлы. Рахманбердиев. Чаулда. Соққы жолдағыны жетішкен жоқ. Бұрыштан шығарып беру. Бөлікі Нұрсұлтан Абдылдаевтан соққы. Тағы емес. Аббасбек Олмазбеков. Ислам Құдайбердиевке. Құдайбердиев оң қаптал менен. Абдуалиев нүктөштерін ашылысын күтуді. Жана тереңге шығарып беру. Абрарбек Турдуев дарбазасын таштау еле қайрадан қорғону бөлігіне жардам беруді. Құдайбердиев. Ибрахим Данияр ұлы. Дарбазашыға қайра ойнай албайды. Ойын ережесі бұзылып қалады. Топты сақтоды, жана өтіп бару. Оң қапталға пас. Ибрахим Данияр ұлы, Азат Ирисалиев құлатуда. Қайрадан артқа пас. Азбек Абдуалиев бұл топты теп жіберді, жана өзі алмашуға кетті. Садиқов. Сол қаптал. Нұрсұлтан Абдылдаев. Дарбазашыға Абрарбек Турдуевтің тереңге шығарып берген пасы. Алдыңқы бөлікте өнөктөштөр жоқ. Абдрахим Данияр ұлы. Ислам Құдайбердиев. Бір-бірға пас. Күн жоқ. Турдуев. Қайрадан бір-бірға. Абдылдаев. Садиқовқа. Бұл ортада тайм-аут. Жапла командасы ойын тактикасын қайрадан бір көзөмөлгө алып, ойын таласына қайтады. Тайм-ауттан кейін қайрадан ойнуланады. Ирисалиевтен түз еле дарбазаға көздеген берген пасы. Дарбазачы өз ордында екендігін көрдік қайрадан. Ислам Құдайбердиев ауттан топты қошты. Юлдашбай Салимбаев. Қайрадан Құдайбердиев өзі ылдамдығын ашырды. Кіріп баруда соққы жолдауы жоқ.
Абдылдаев мүмкіншілік берген жоқ. Жолдубаев жақшы. Ортоңкөлүккө пас чыгарылган, бирок ойдогудай болгон жок. Каршы чабуулга чыгып барат. Рахмонбердиевдин сокку, дагы бир сокку болобу? Үчүнчү соккуга аракет кылып көргөн болчу, жана анын бутуна топ түшкөн жок. Абдылдаев Ортоңкөлүккө Рахмонбердиев, ага каршы 2 оюнчу, ал топту жоготту. Каршы чабуул эми Жолдубаев. Абдурахим Данияр уулу. Абдурахим Данияр уулу бул ирет улуттук курамага чакыртуу алган жок. Балким ал өзүнүн оптималдуу формасында эмес экен, формасында эмес болушу мүмкүн. Ал жагы бизге караңгы. Жана гол. Юлашбай Салимбаев жана Абдурахим Данияр уулунун кыймыл аракеттери, алардын каршы чабуулдагы тажрыйбасы Монаминтеп Сулаймантоо командасына 3-чү голду алып келди. Эсеп болсо 0-3 алдыда Сулаймантоо. Азырынча жапалак. Өтө бир кыйын абалга туш болууда. Кандай чыгып кете алат? Же эсеп ушул айырмачылык менен жыйынтыкталабы? Бул ортодогу 10 оюнчуга байланыштуу. Каршы чабуул кайрадан Жолдубаевден сокку. Дарвазачы бул ирет кайтарды. Абдылдаев сол канатка. Чапалактын чабуулу ортоңкөлүккө келди. Сол канатка Рахмонбердиевке, ортоңкөлүккө жана акыры Нурсултан Абдылдаев өз максатына жетти. 3-чү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, дарвазачыны өтө мыкты таризде жазгырды. Эсеп 1-3. Албетте бул гол жалпы Жапалак командасына, ошондой эле Жапалактык күйөрмандарга сиздер угуп жаткандай чоң бир дем күч жаратты. Кайрадан Жапалак чабуулга өтүп барууда. Сокку көрөбүзбү? Сокку бир раз дарвазанын жогору тарабынан кетти. 2 оюнчунун чабуулдагы ишенимдүү оюну. Эми кайрадан бурчтук топ ортоңкөлүккө. Дарвазачы өз ордунда Абосбек Олмасбеков өз убагында ошо колу менен топтун багытын өзгөртө алды. Абдылдаевден дагы бир сокку. Олмасбеков өз ордунда. Рахмонбердиев Абдылдаевке кайрадан. Рисалиев чабуулга кошулду, бирок анын пасы өткөн жок. Рахмонбердиев топту кабыл алууга даяр турган болчу. Абдылдаевке Садиков. Абдылдаевден алыстан сокку. Аваз Абдувалиев, анын пасы өткөн жок. Садиков. Ортоңкөлүккө Жапалактын чабуулу өткөн жок. Каршы чабуулга чыгып кете албады. Тоо үчүн күрөш.
Абдурахим Данияр уулу акырына чейин күрөштү. Бурхамидин Сайдыков жакшы чыгып кетти, өзү кирип барат. Сол канатка Рахмонбердиевке, Рахмонбердиевдин орто оңгүлүккө Рысалиев жана Рысалиев пасты өнөктөштөрүнө өткөрүп бере алган жок. Кайрадан буштук топ. Рахмонбердиев аны аткарат. Артка Ильяс Малаев оюнга кошулду. Албетте тажрыйбалуу Малаевдин оюну, анын тажрыйбасы албетте Жапалак командасына кол келет. Өтө анын пайдасы чоң. Малаев кайрадан өзү артка жана Абдылдаевдин соккусу тайм-аут. Oyuncular talaga kaytı. Esep 1-3. Aldıda Süleymanto komandası. Жапалак 3 goldan keyin 1 gol menen жооп бере aldı. Рахмонбердиев. Малаевке, Малаевден Абдылдаевке, Абдылдаев өзү кайрадан Малаевке жакшы пас кайтарып берди. Кубаттуу сокку. Жана бул жерде Юлдашбай Салимбаев бул соккуну кайтарды. Жана калыстын чечими ушундай. Бул жерде Нурмухаммед Сыдыковдун колуна топ тийген. Айыптоо дарбазага өтө жакын, аралык жакын. Эми жакшы мүмкүнчүлүк бар. Жапалак командасы пайдаланыш керек. Топ алдында 19 номердеги Ильяс Малаев. Сыдыковдун өзү тосмоду ышкырык жаңырды. Малаевден сокку көрөбүзбү? Жок. Абдылдаевке, Абдылдаевдин соккусу дарбазага чейин жеткен жок. Аваз Абдуалиев кайтарды. Жана Рахмонбердиев Мессага! Рахмонбердиев убагында топту кабыл алды. Жана өтө сокку жолдоду. Негизинен анык чыкты, бирок Ликашет ал топтун багытын өзгөртүп бул жерде Сулайманто командасынын дарбазачысы эч кандай реакция көрсөтө алган жок. Бул жерде калыстын ышкырыгы жаңырды, ардактуу көрүүчүлөр. Финал эсеп 2-3. Алдыда Сулайманто командасы экинчи бөлүк мындан дагы бат, мындан дагы тез өтүшүнө күмөн санабайбыз. Экинчи таймдан көрүшкөнчө. Ош шаарынын жана Ош областынын футбол ассоциациясы уюштуруп жаткан 17-чи ачык чемпионат. Бүгүн чемпионаттын эң акыркы, эң маанилүү чечүүчү оюну финал. Экинчи бөлүк талаада кара түстө формада Жапалак командасы, ал эми алардын каршылаштары ак түстөгү формада болсо Сулайманто командасы. Биринчи бөлүктөн соң эсеп 2-3. Алдыда Сулайманто командасы 3-0 эсебинде артта бара жаткан Жапалак 2 гол жаратып, эсеп айырмачылыгын кыскартты. Азыр эми эки команда тең баарын кайрадан баштан баштайт. Бир топ айырмачылыгы, бирок өтө кооптуу бул топ айырмачылыгы. Мынандай Рахмонбердиевдер каршы чабуулдарда мыкты оюн көрсөтүүдө. Абдылдаев шашпайт. Сол канатка өткөрдү. Жок, анын пасы өткөн жок. Кайрадан топту сактап калды. Артка Рисалиев, Рахмонбердиев экинчи голдун автору. Ал эми Абдылдаев болсо биринчи голду жаратты Жапалак командасынын. Ислам Кудайбердиевден пас, дарбазачы алыстатты. Жогорку торго тийди деген калыстын чечимине Рахмонбердиев наразы болду жана сары айып кагазы менен сыйланды. Ашыкча сөз эч кимге кереги жок.
алыстан жақсы мүмкіншілік бар. Жана гол. Сулаймантоо командасы өтө ишенимдүү түрдө Ислам Кудайбердиев. Абасбек Улмасбеков өз убагынан дарвазасын таштап чыкты. Жана Ислам Кудайбердиевке пас чыгарып берди. Эсеп 2-4. Албетте бүгүнкү оюнда Жапалак командасынын көрмандары салыштырмалуу көп, эч кандай колго тийген жок. Оюн уланат. Абдылдаев. Жакшы ойлогон болчу, бирок бир аз аткарууда анын соккусу ойдогудай болгон жок. Эки команданын тыныгудан пайдаланып мен курамдары менен акырындап тааныштырып өтөйүн. Алгач Жапалак командасынын курамы дарвазада 42 номерде Аброрбек Турдиев, 21 Азат Ирисалиев, бул команданын капитаны, 7 Мухаммад Рахмонбердиев, 10 Адилет Мелисбегулу, 6 Элдер Ирисалиев, 11 Шекербек Токтобаев, 9 Бурханидин Садиков, 19 Ильяс Малаев, жана 22 Нурсултан Абдылдаев. Бул Жапалак командасынын курамы. Ал эми Сулаймантоо командасынын курамы дарвазада 22 номерде Аббосбек Улмасбеков, 2 дарвазачы 1 номерде Даниярбек Абдурахманов, 8 Авазбек Абдувалиев, 11 Ислам Кудайбердиев, 6 Марлен Жолдубаев, бул команданын капитаны, 12 Абдурахим Даниярул, 17 Юлдашбай Салимаев, жана 5 номерде Нурмухаммад Сыдыков. Рахмонбердиев топту токтотуда бир аз өзүнөн алыстатып жиберди. Жакшы мүмкүнчүлүк бар, бош калган дарваза болчу. Рахмонбердиев кайрадан өзү кирип барат, сокку жолдойт. Абдуалиев кайтарды, кайрадан жана аут. Абдуалиевдин буттарынын учунан топ сыртка чыгып кеткен болчу, талаадан сыртка. Ирисалиев жакшы өзү кирип барат, сокку жолдой жок. Абдуалиев мүмкүнчүлүк берген жок. Юлдашбай Салимбаев жана ал Абдурахим Даниярулуна. Даниярулу Марлен Жолдубаевке пас чыгарды жана бош калган дарвазага Сулаймантоо командасынын 5-чи голун жаратты. Эсеп 2-5. Албетте каршы чабуулдарда Сулаймантоо өтө мыкты пайдаланууда. Малаев. Дарвазадан тур эле Малаевке пас болгон болчу. Абдурахим Даниярулу сокку алыскы бурушка жолдогон болчу, бирок анык эмес бул ирет. Абдылдаев жана Абдуалиев жана Юлдашбай Салимбаев дарвазасын таштап оюн таласында. Бул дагы Сулаймантоо командасынын тактикасы. Малаевте Рахмонбердиев топту жоготtu. Даниярулу Сыдыков күрөшкө кошулду. Абдуалиевден ортон көйлүккө Юлдашбай Салимбаев жана бир раз. Өтө жакшы ойлогон болчу. Бирок бул ирет анын соккусу голго айланган жок.
Садиковқа мүмкіншілік бербеді. Данияр ұлы. Ұлттық құрама командамыздың ойыншысы Алмасбековтан соққы. Садиков. Малаевке, Малаевтан қайрадан Садиковқа жақшы, бірақ Данияр ұлы бұл рет мүмкіншілік бербеді. Екінші өлік өзіңіздер байқағандай, ардақты көрушілер аяғандай қызу өтіп жатады. Жапала командасының жооп голдарын көрдік демек. Бирок ал уақытта жөн тұрбастан Сулайманто командасындағы екінші өлікте 2 голын жаратып жетішті. Байқағаныстарда екінші өлікті Сулайманто командасының чабуылдары атандашқа қарағанда артықшылық қылуда. Алардың пайдасын ошол жогорудагы 2 голдан көрсөңүздөр болот. Бурсан чыгарып берүү. Демек Юлдашбай Салимбаев экинчи кабатынан киргизип берди. Авазбек Абдуалиевден сокку гол! Авазбек Абдуалиев караңыздарчы абада келаткан топту эч кандай токтотпостон биринчи эле тийиште дарбазага түз узатып эсеп санын 6-га жеткирүүдө. Бул жаралган гол жада калса Жапала командасынын көрмандарын дагы кубантып жиберди окшойт. Юлдашбай Салимбаев. Сулайманто чабуылда жана сокку Абрарбек Турдуевден өткөнү менен дарбаза торуна түшкөн жок. Жапала командасынын оюнчулары чарчап калгандай. Нурсултан Абдылдаев жазгырып алуу, өзү чабуулга чыгат. Атамдаштар аны жаап жетишкен. Ильяс Балаев арткы бөлккө кайтарууда. Азат Ирисалиев өнөктөштөрдүн ачуусун күтүүдө. Малаевга жеткирип берүү. Садиков сол тарапка. Абдылдаев Малаев менен. Малаевдан сокку. Алыскы бурчка бирок өнөктөш ал жерде даяр эмес эле. Садиков демек ага ачылган жок. Аббасбек Алмасбеков болсо жакын өнөктөштөр менен ойноду. Авазбек Абдуалиевдин борборго жеткирип берген тобу эч кимге тийбестен каптал сызыгына кетүүдө. Абрарбек Турдуев Ильяс Малаевка, Нурсултан Абдылдаев борбор менен Ирисалиев оң капталга. Садиков сокку коргочуга тийип чыккан топ бурстан чыгарып берүүгө жетүүдө. Жапала командасы үйдөгү даярдыкты кантип көрсөтөт. Садиков Ирисалиев менен ойноду. Арткы бөлүккө жеткирип бериш керек Ирисалиев тезинен, бирок өз жазгырып алды. Жана айпанттын ичине киргизип берүү Аббасбек Алмасбековдон өткөн жок. 5 оюнчу чабуулга карай чыгып барууда. Оңго жеткирип берилген пас. Авазбек Абдуалиев өзү сокку жолдоду жана бул топ Абрарбек Турдуевке тийип кайрадан чабуулга тагырага буртан чыгарып берүүгө узап кетүүдө. Юлдашбай Салимбаевдин Аббасбек Алмасбековго калтырып берген тобу кайрадан өзү кирип барды жана сокку гол! Аббасбек Алмасбеков чабуулга чыгып дагы мына мынтип гол жаратып, 7-чи голду жаратты. Эсеп саны 7-2ге жеткирди. Дарбазачы болгону менен намтип чабуулдарга активдүү катышып, команданын пайдасына толугу менен жароодо. Дарбазаны коргоого дагы жетишүүдө, кээ учурда коргонуу бөлүгүндө дагы оюнду көрсөтүп, кээ учурда чабуулчу катары дагы өзүн сынап көрүп, намтип эсеп сандарынын өзгөрүүсүнө өз салымын кошууда. Нурсултан Абдылдаев оң капталга, эми болсо Рахманбердиев аракет жасайт. Сокку Авазбек Абдуалиевке тийип чыккан топ бурчтан чыгарып берүү. Рахманбердиевдин берген пасы. Ильяс Малаевдан сокку, топ тала четине чыккан демек. Малаев борборго Ирисалиевден сокку. Аббасбек Алмасбеков караңыздарчы. Дарбазанын дагы өтө ишенимдүү жана ийгиликтүү коргоодо. Азат Ирисалиев борборго пас. Малаев Рахманбердиевке, Рахманбердиевден сокку. Жок, бул ирет туруштук бере алган жок. Аббасбек Алмасбеков. Мухаммад Бабур Рахманбердиев эсеп сандарын кыскартууда. 7-3, бирок 4 топ айырмачылыгы 13 минутта калган убакытта өзгөрүлөбү. Юлдашбай Салимбаев Аббасбек Алмасбековго жана Салимбаев кайра топту өз алдында чабуулга чыгып баруу. Азат Ирисалиев өтө топту ойнодо. Калыс ишкыргын жаңыртууда кармадууда. Мадлен Жолдубаевдан сокку. Түз эмес. Абрарбек Турдуев Ильяс Малаевга. Малаев топту сактап кала албады. Чабуул кайра оң тараптан чок. Калыс топту Жапала командасына калтырууда. Рахманбердиев.
Солға, Абдылдаев. Язмалаев деген. Арт бөліктер. Жауға қарай бару әрекеттері. Жапалақ командасында азырынша ибік болып қалуда, бірақ Абдылдаевтың кіргіз беруші Барнет Жолдыбаевқа дейін шыққан. Абдуалиевтің кіргіз беруші Ойчын күріш. Азат Ресалиевтен қатачылық. Жана Сулайманто командасының жауылына гол олау, соң қапталға ұзатту. Абдрахим Данияр ұлы соғысы Азат Ресалиев Гүлрет командасын сақтап қалуда. Оңға пас. Салимбаев. Топ камераға тиген. Оператор есептешуіз камераны оңды алғандан кейін ойын уланады. Ережесі бұзылды. Ахманбердиев бұл ортада олса тайм-аут. Жапалақ командасы дағы бері рет ойын тактикасына өзгертулерді жасашы керек. Себебі Чауылда өздерін аншейін көрсетті албай тұрған кесі. Нұрсұлтан Абдылдаев сол тараппенен тайм-ауттан кейін топты ойынға қосуда. Язмалаевтың бірінге ұзаттан пасы, Азат Ресалиев соққу Алмасбек Алмасбековтың бұтын қоша тепті. Алмасбеков дала четінде ойынды уақталауы. Ойындаласында медайым бар. Егерде заңшылық болса, медайым Алмасбековқа тез жардамды көрсетіші керек. Қаптал қалысы Шамбаев Касимов ойыншының науалы мені танышуда. Азат Ресалиев атандашынан Алмасбековтан кешірім сұрады. Қайра айыптауы дауы шоу бөліктен Сулайманто командасына жүреді. Алмасбеков тереңге шығарып берген пасы. Язмалаев, Бұрбұрға, Ресалиев топты өзінде азырынша сақтауды. Балу, Тончок. Тереңге дағы берілет пас. Алмасбеков екінші қауаттада. Жердім шанам сияқты Османға ұчық. Ал топты алып өні түшкері жеткіліп берген. Юлдашбай Салимбаев, Нұрсұлтан Абдылдаев менен болған қаршылығы ойын ережесі бұзылды. Демек айыптауын баштайды Сулайманто ойыншылары. Топ алдында Юлдашбай Салимбаев. Олар алдыдан дарбазаға соққы жолды ойсы. Ал сол бұт болғандықтан сол бұт менен соққы жолды ыңғайсыз болып тұрған кезі. Абдуалиев. Алмасбеков қайрадан Чауылға жардам беруді. Абдуалиев. Пас. Жолдыбаев. Топпенен. Ұзатту. Қапталдан. Рахим Данияр ұлы. Барнет Жолдыбаев. Жолдырға. Өнергесі бұзылған жол ұланту мүмкін. Нұрсұлтан Абдылдаевтан соққы рикошет. Алмасбек Алмасбековтан қайрадан топ қолында. Юлдашбай Салимбаев. Шығарып берген пас. Абдылдаев, Ахманбердиев. Топпенен солға жазғырып алу жана соққы. Юлдашбай Салимбаевтан өткен жоқ. Абдуалиев топпенен. Тұрған өлігін өте сақтылған допты сақташуда Сулайманто ойыншылары. Алмасбеков. Тереңге ұзатты жана Абдрахим Данияр соққы жана гол! Алысқа Абдрахим Данияр соққы менен 8-ші голды жара. Есеп сандары 8-3. 5 топ айырмашылығы Жапалақ командасы чемпиондық намынан алыстатып жатады. Азат Ресалиев. Солға Ахманбердиев. Рахим Данияровынан өткен бирок топ тала четіне. Ичан эле кеткен эле. Алмасбеков. Бұл чемпионаттағы Барнет Жолдыбаев, соққы. Бұның арасынан өткен менен Ресалиев бұл реттағы командасын сақтап қалуда.
Малаев, Ахмадбердиев, соққы, гол! Жапалақ командасы есеп санындағы бір рет қысқартуда. Дал ұшындай чауылдар. Ардақты көрушілер, Жапалақ командасы есеп санын теңдегенде жардам береді. Бұрын олар қалған уақытта болса. Салимбаев. Олмасбековқа. Қорға ұзатту жана Салимбаев. Апталмен Абдрахим Данияровны соққы түз емес бұл рет. Мұхаммад Бабур Рахманбердиев. Малаевқа қалтыр өзі тереңге шашып кетті. Ерсалиев Бабурға ұзатқан пасы. Данияровна шығып. Ала четіне кеткен Ерсалиев өзінің көштеріндағы жемелеуді. Дағы бір қатачылық. Даниярұлы бұл реттағы. Тосқолдық жаратуда Ерсалиевтің көштерге пасын көріп берісіна. Үшін күріш. Этарды бұл чауылды. Жармай апайатынан. Малаев бұрбұрға жана Ерсалиев чауылда соққы. Түз емес ардақты көрушілер. Ерсалиев жақын әлі есеп сандарын дағы бір рет қысқартуға. Бұштан шығарып беруі. Ерсалиевтің екінші қауатымен көтерген пасы. Ахмадбердиев Биртиште соққы жолдыған жоқ. Төшкі беруден дағы топ қызған бұлда. Алмасбеков топты албетте. Бұл бөлікке жоң ғана тейіп жіберді. Себебі пайда жол ойнады. Жақтым болшы. Ойнар жесі бұзылды. Марлен Жолдыбаев, Ильяс Малаевты бұлатқанды үшін Сараев қағазы өзіне ішілді. Артқы бөлкі пас. Рахманбердиев. Сараев қағазы бұл ойында ештерсені шешпей. Бұл ғоны ал қызылға айланбашы керек. Жолдашбай Салимбаев. Артқы бөлікі. Олмасбеков. Тереңге шығарып беру жана тақпас. Абдрахим Данияровны соққы жолдады бүйрек. Кешіккен елі. Екі қаршылашаға тосқолдық жаратқан Рахманбердиевтің жауылы соққы. Екі соққында қатқарды. Олмасбеков тоққы. Белгөді. Үшінші рет. Төртінші рет тағы. Өздар базасын сақтап қалуда. Олмасбеков. Бүгін Сулайманко командасында жөн ғана батыр. Байқағаныстардай қатарынан жаралған чалдардың бар әрекеттер міне қайтаруда. Айрықша жоғырда жаралған чалдар башқа қорғаушылардан ешқандай реакция көрген жоқпыз. Әрбір топқа, әрбір төгілген 4 соққыға тең Олмасбеков өзі күріштік берді. Оңға пас, Даниярұлы. Топменен артқа қайтарып жетішуді. Владиев, Марлен Жолдыбаевқа, Жолдыбаев өталған жоқ. Озан Ерсалиев, жазылу алды жана соққы жолдан шүйері, түз емес бұрын. Тереңге пас. Турдыев, башымен қайтаруда. Олмасбековтан дағы артта қалбайынды. Дарбаза үстінен тек шыққан топ. Жолдашбай Салимбаевтан. Абдулдаев. Солға. Мұхаммад Бабур Рахманбердиев арты бөлікменен. Абдулдаев. Ерсалиевке топ жетті. Әлбәттің ішіне келісіп беру. Жапала командасында Салмат Мамбеталиевтен жоқтығы. Әлбетте байқалуда. Ойын башқача болмаған. Малаев. Сол тарапынан Рахманбердиев қарсы топты сақтап қойған жоқ. Анын чарчағанын, чалқыққанын жүзінен әлі көруге болады. Малаев, Марлен Турдыевке. Жалға шығып бар Жапала командасына. Жапалақта қалады.
Пас, Малаев. Көшіні. Адан Жолдыбаев. Тониев. Дашпай Салимбаевқа. Пас. Даниярұлы. Дашпай Салимбаевқа ұзақ. Малаев. Сол тарапқа Рахманбердиев. Адан Жолдыбаев. Қағалтыруда. Салимбаев жағаға шығып барады. Сол тарапта өнік күштері бар. Оңға алдыдағы Шекербек Тоқтабаев бұл топты қайтарды. Қапталсыздан қошу 3 минутадан ашық 4 минутаға жақын уақыт бар қымбатты көрушілер. Есеп сандары 8-4. 4-те айырмашылығы. Жапалақ командасында әрбір минутада бірден гол жарату талап қылынады. Рабек Турдиевтің соққысы тақ емес. Шпағандарымызға жолдауғысы келді. Салимбаев, Галиевке. Барбарға пас. Даниярұлы. Дашпай Салимбаевқа қалтыруда. Байқаңыздардай, Сулаймантау командасы чауылдарын азайтуда. Себебі бұл есеп айырмашылық аларға жетішті бұл ғаны. Аяғына шейін қорған оны мықты сапатта көрсетіп қою зарыл. Даниярұлы чауылда үніткішті жеткірі. Үніткішті бір айпайттың ішінен тапқан жоқ. Садиқов оңға шығарып көрі. Рахманбердиев соққы. Асбек Олмазбеков бұл реттағы командасын сақтап қалуда. Ұштан шығару. Рустам Абдулдаевта, Тоқтабаев, Абрабек Турдиевке қалтырды. Турдиев. Оңға. Рахманбердиев атандаштардың арасына кіріп баруда. Жана соққы. Соққы емес, жоғада ашырып өткөр Асбек Олмазбековқа қаратты олды. Егерікті олған жоқ. Солға. Сұлтан Абдулдаев. Көні көшінде. Ойын таласы. Жым-жырттыққа. Жым-жырт болуда. Чарчады Жапалақ командасының шығады. Алмашудағы ойыншылары қанаттандырмайды. Рахманбердиевтен соққы жана қорғаушының қатаншылығын игілікті пайдаланып, есеп санын 8-5-ке қысқартты. Бирок 1 минута 50 секунд арасында дағы ұшында голдан 3-і керек болады. Салимбаев. Солға пас. Сыдықов. Абрабек Турдиев. Қырбасынан шыққан. Пас егілікті емес. Ойын регесі бұзылды. Шекербекті қаратты. Садиқов. Топпенен. Тереңе шығарып беру. Қайырда Рахманбердиевтің кеңес берген пасы. Гол жаралған жоқ. Улантуы керек. Адан Жолдыбаев топпенен. Азбек Абдуалиев. Дашпай Салимбаев. Тандашқа тігізе шығарған топ. 1 минутта уақыт. Қымбатты көрушілер. Алмасбеков тереңе шығару. Азбек Абдуалиев топқа тигісі да келген жоқ. Сіздер менен қымбатты көрушілер. Ош шаарынын жана Ош облусунун 17-чи ачык чемпионатынын чемпионун табууга өтө аз убакыт калды. Байкаганыңыздарда эсеп саны боюнча Сулаймантау командасы алдыда кетүүдө жана Нурмухаммад Сыдыков атандаштын дарбасын кулатып, эсеп саны 9-га жеткирүүдө. Бул оюнга коюлган чекит. Сулаймантау командасы демек 17-чи ачык чемпионаттын чемпиону деп табуу алдында турат. Қалған секундалар гол жаралса да еш нәрсені өзгөртпөйт. Қайсы команда гол жаратпасын, бардық нәрсе шешіліп қалды. Абрабек Турдиев өз жалға шығуда. Оңғы пас, Азат Ирисалиев топты аяқына шейін қуып жетуге әрекет қылды. Тіреке қаршы топ таласынан шетіне шығып кеткен. Жана ақырқы ішқырық қымбатты көрушілер 17-чи ачык чемпионатта ақырқы ішқырдағы жаңырды. Бұл беттеште Сулаймантау командасы өтө үстемдік менен 9-5 есебинде команданы атандашын жеңип, наминтип ойыншылар Сулаймантауга жетишүүдө. Алдырып жиберишти. Кымбаттуу көрүүчүлөр,
эфирди жыйынтыктайбыз. Сиздердин кызматыңыздарда мен Улукбек Салиулу, Эстеш Мулбакытов жана Алишер Шамбаев менен биргеликте болдук. Чемпионаттын ачылуу аземин кийинки видеодон көрө аласыздар.